Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанетке бүгін сіздермен пиццаның рецептімен бөліскім келеді. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде күшті, жұмсақ әрі жұп-жұқа болып шығатын пицца шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге пиццаның қамырын илеп алайық. Бөлме температурасындағы суымызға шекер мен дрожжи салып, дрожжиміз ерігенше араластырамыз. Кейін сұйық майымызды құйып, ұнымызды салып, жақсылап, жұмсақ қылып, қамыр илеп шығамыз. Менде осындай жұмсақ қамыр иленіп шықты. Енді ыдысымыздың ішін майлаймыз сұйық маймен. Кейін қамырымызды орналастырып, қақпағын жауып 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Менде 1,5 сағаттай уақыт өтті. Көріп тұрғандарыңыздай қамырым өте жұмсақ болып көтеріліпті. Енді осыны 2-ге бөліп пиццамызды жайып аламыз. Пищевой бумагаға немесе пиццаңызды пісіретін табаға аз мөлшерде ұн сеуіп, қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Ұн себу ол міндетті түрде. Ал енді пиццамыздың шетін өріп шығамыз. Қаласаңыз өрмей де жасасаңыздар болады. Мен осылай жасағанды өзім ұнатамын. Сіздер де осылай істеп көрсеңіздер болады. Кейін салмасына кірісейік. Аз мөлшерде кетчупымызды салып, барлық жеріне кесечкамен жағып шығамыз. Сіздерде кетчуп болмаса, томатный пастамен қолдансаңыздар болады, бірақ өте аз мөлшерде қолданыңыздар. Кейін біз табамызға салып, қызып тұрған пешке 10-15 минутқа пісіріп аламыз. Ал енді моцарелла сырымызды теркадан өткізіп, барлық жеріне қойып шығамыз. Қаншалықты сырымыз көп болса, соншалықты пиццамыз да дәмді болады. Ал енді біз пиццамызға өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қойсаңыздар болады. Менде колбаса қойып шықтым. Кейін оның бетіне де аз мөлшерде сырымызды теркадан өткізіп жібереміз. Қызып тұрған пешімізге 5 минутқа пиццамызды салып шығамыз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Өте жұқа әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.